Қайырлы күн тағы да. Біз өткен сабақта келдік, журавликийді болдық, играға келдік, иә? Ал игра деген есептің мазмұнымен танысып өтейік. Бұл игра деген мазмұны мынау енді есептің өте ұзақ. Бұны ішінен жайменен оқып шығасың да, енді біз қараймыз негізіне мына соңғы жақтарына мән береміз. Мына берген кезде үш орынды сан шығу керек, ол ойланған сан үш орынды болу керек, бірінші шарты. Екінші шарты, оның ортаңғы цифры 9 болу керек. Міндетті түрде ортаңғы цифры 9 болу керек. Және бірінші цифры, сол ойланған сан, бірінші берілген цифр бірінші цифр болады. Содан 9-дан сол бірінші біздің берілген цифрды алып тастаған кезде үшінші цифр шығу керек. Яғни жаңылтпаш сияқты ғой. Бұны енді мына осы бір жеріне ғана мән бересің, содан кейін входной файлға қарайсың. Бұда бірінші единственный строке беріліп тұр, бізге 5 деген сан беріліп тұр. 5 деген сан берген кезде шығыс файлында 594 шығып тұр. Енді қара, жаңағы айтқан сөзімді дұрыстап нақтылайын. 5 деген бірінші үш орынды сан шығу керек, міне 594 шығып тұр жауапта. Бірінші цифры мына берілген цифр болу керек. Яғни 5 беріп тұрмыз ғой. 5 болса 500 болып тұр. Сонда бірінші цифры 5-тен басталып тұр. Ортаңғы екінші ондығымыз 9 болады міндетті түрде деген. Ал үшінші бірлік, сол ортаңғы ондықтан жүздікті алып тастағандағы шығу керек. 9-дан 5-ті алғандағы. Былайынша мына есептің шартын оқысаң өте қиын сияқты. Сложнысы бұның 4%. Ал енді шығарған кезде ол оп-оңай. Бірден бір жерде біз неден бастаймыз? Мысалы, асаны берілген дейік. Int input. Енді бірден принтпен шығара саламыз. Принт, жақшаны ашамыз да. Ал енді бірінші 594-тің 5-ін шығаруымыз керек. 5-ті шығару үшін өзі бірінші бізге берілгені А ғой. Аны көбейтеміз 100-ге. Сонда жүздігіміз шығады. 100-ге. Оған қосамыз. Екінші сан міндетті түрде 9 болады дедік. 9-ды көбейтеміз 10-ға. Осылайда шығаруға болады, немесе бірден 90 деп те алсаң болады. Сосын енді ең соңғы санды табуымыз керек. Ол үшін 9-дан нені алып тастаймыз? 9-дан алып тастаймыз. 4-ті. Міне. Болды, осы болу керек. Енді бізде бір жақша қалып қоймасын, ошибка болмас үшін жақшаларымыз түгендеп алайық. Енді осыны отправить етіп көрейік. Input апай и емес па ана жерде? Қате кетіп қалды ма? Қазір Қате кетіп қалды деймін. компиляциядан өтпесе, қате деп шығады. Көр жіберейік. Компиляциядан өтпесе, өзі ошибка шығады. Обновить етіп жіберейік. Міне, runtime error дейді. Мына жерден последний решениеден қараймыз. Қай жерден қате кетті? Міне инпуттан кетті. Дұрыс айтасың, мен мән бермей қалыппын. Енді көрейік қайтадан. Басқа жоқ қой қате, иә? Input. Өйстіп жібергеннен кейін обновить етіп отырамыз. Тез жауап шығу үшін. Сосын, міне, асептик шықты. Асептик шықса, онда ол өтті деген сөз тесттен. Көрдің ғой, енді решениесін. Енді осыны біз жаңа бірлік, ондық, жүздік қылып шығардық, иә? Жүздік, ондық, бірлік қылып. Ондық, бірлік. Иә. Енді осыны жолменен де шығаруға болады. Жол қылып, STR қылып. Қайтадан көрейік. Тең int input міне, енді принтке жолдалған кезде біз 5-ті символ деп 5-ті бір символ қылып алып 5-ке, 9-ды, оған 4-ті бір-біріне жалғай қоямыз ғой. Ал сөйтіп көрейік енді.
Print. Бұл жерде str мен аламыз. Str. Өзің де көре бер. Str. Бірінші цифрымыз біздің A. Оған қосамыз str. Екінші цифрымыз біздің міндетті түрде неше еді? 9. 9-ды қосамыз. Плюс str. str дейміз да, бұл да 9 азайту A болады, е? 9 азайту A. Табамыз. Дұрыс па? Бірінші A-ны жаздық, 5-ті аламыз. Екінші 9-ды аламыз. Үшінші 5-тен. 9-дан 5-ті алғанда 4-ті аламыз. Ал отправить етіп көрейік. Міне, бұда да әсептік шықты. Сонда мына есептің мына бүкіл мына несін оқыған кезде қатты қиын сияқты болып көрінеді, е? Мгм. Ал бірақ мына жерде негізгі Шығыс жеріне ғана, кіріс файлымен шығыс. иә, көбіне сол кіріс файлы мен шығыс файлына мән беру керек. Сол кезде Мгм. сосын логика керек енді, біраз логика керек. Түсінікті ғой, иә, бұл? Иә, иә, түсінікті. Онда келесі есепке көшейік. Магазин канцелярских товаров дейді. Олар магазині, бұнікі 3% екен қиындығы. Асяне X карандаш, қаламның саны X, жазып қояйық мына жерге өзіме. X, сосын Y ручка, ручканың саны Y, ручкалердің, Z фломастерлердің саны. Міне, осындай сатып алдық. Енді біз бұл жерде тек қана карандаштың бағасы берілген 3 рубль. 3 рубль. Сонда не? Бір карандаш, бір фломастер, бір ручка сатып алған кезде барлығына ол 20 рубль жұмсады. Енді біз алдымен әуелі үшеуін жазып алайық. Бұл жерде енді 3 айнымалы берілгеннен кейін үшеуін бір жолға жазамыз. С. Тең бұнда енді мәппен жазамыз. Мәп. Үшеуін де бүтін санға айналдырамыз. Int, input, split. Бұл жерде сплитті қолданамыз. Бірнеше айнымалыны бір жолға жазған кезде. Болды ғой дейме? Қате жоқ қой. A, B, S, map, int, input, split жаздық. Енді Мгм. бірден print жазып отырайық. Бірінші бізге ненің саны керек? X карандаш. Карандаш бізде 3 рубль. X деген біз A деп алып алып, біз мейлі. Сонда 3 рубль болса, 3 көбейтілген A болады. Карандаштың жалпы саны қосылған. Енді қараймыз. Екінші Y-іміз ручка. Мына жерде осымен бірдей қылып X, Y, Z деп ала берейікші. Түсінікті болу үшін. X, Y, Z. Мына жерде сонда бізде X болады. 3X қосылған. Енді карандашымыз 3 рубль болса, ручка одан 2 рубль қымбат. Бірден тауып жіберуге болады, е? 5 рубль деп. 5 көбейтілген Y болады. Оны қосамыз енді. Ал фломастерді қалай табамыз? Фломастер ручкадан 7 рубль қымбат қой. Қымбат. Сонда қанша болады? 5-ке 7-ні қосып жіберсең де болады бірден. 12 12. Z болады. Болды міне осы. Көрейік жіберіп. Қате жоқ па? Қарайық. Жоқ, жоқ. Міне өтті. Асептик өтті. Сонда былайынша қарасаң, бұл енді қиындығы 3%-ық есеп. Кішкене шатыстыратын сияқты, бірақ математика ғой енді. Бұл оңай жолы. Ал енді бүгін осымен решение олимпиадных задачтың
кіріспесін болдық. Енді осы жерден язык программированиеге де кіріп жіберейік. C++тағы берілген, бірақ енді біз оны Pythonда шығарамыз. А плюс бұны кеше шығардық, неглухой телефон шығардық біз. Енді біз бұл жерде неге келеміз? Бисер деген есептен бисер. бастайық. Бисерді көрейік. Бисер әне үш есеп бар екен, бұл жерде шықпаған. Ал бисер деген есептің берілгені, бұның да сложности оп-оңай екен, 2-ақ пайыз. Енді бұда шкатулкада бисерлер бар дейді, иә? Бисерлердің размері, түрі, несі жаңағы, салмағы, бәрі формасы бірде, тек олардың түсі әртүрлі. Енді осы бисерлерден, шкатулкадан алған кездегі ішінде екі бірдей бисер болу керек. Дейді ғой, два бусина одного цвета дейді. Екі бірдей бисер болу керек те, сондайдың минимальный числосы нешеуін алу керек. Енді мына жерде бірден кіріс файлына қарайық. N сан берілген, бұл бисердің түсі. Үш түрлі түс берілген болсын. Үш түрлі түс берілген кезде жауап ең кіші бисерлі жиына алынатын нешеу дейді? Төртеу. Үш түрлі бисерді алады да, және плюс оған бірдей екі бисер болу керек деген ғой. Бір түрінен екеу алады. Сол кезде төртеу шығар. Төртеу болады. Мысалы, бес түсті бисер болса, неше? Бес түсті болса, алтау шығу керек. Алтау шығу керек, иә. Бес түстің бәрінен бір түс, сосын біреуінен екі түс. Біреуінен екі түс. Иә, бұл тіпті оп-оңай есеп. Сложности енді айтып тұр өзінің. 2-ақ пайыз деп. Int input printке тек не істей саламыз? Аға бірді қоса саламыз. Қосамыз. Иә, аға бірді қоса саламыз. Ал көрейік. Өтті. Бұл енді оңай есеп, иә? Мына келесі эняны көрейік. Оның размері АВ размерлі N прямоугольникке обработка жасау керек дейді. Сол кезде оның обработка екі жағынан да жасалу керек екен. Енді бұл жерде бірден кіріс файлына қарайық. Бірінші жолда бұда 3 сан берілген. 3 сан берілген, ал шығыс файлында обработка жасайтын соның несі берілген? Жауабы берілген, иә? Енді бұл жерде мына есептің берілгеніне қарап, миымызды ашытып отырмай, мына 3 санға сәйкес математикалық жолмен мынау қалай шықты? Соны ойланайық. Ал ойланып көр. 5 берілген. Прямоугольниктің несі ғой? 2-де 5 размердегі 4 бұрышты ма қалай еді? Панель. Соның екі жағында обработка жасау керек. Қанша шығады? Үшеуін көбейтсек 30 шығады ғой. 30 шығады. Енді осы жерде ойлан. Бізде жауап 60 шығу керек. Обработка екі жағына да жасалыну керек деген сөзді де ескеріп қой. Мен 10-ға көбейт. Ал, не істейміз? Үшеуін 10-ға көбейтіп ал. Үшеуін нешеге көбейтіп ал? Үшеуін көбейткенде 10 шығады ғой енді. Соны тағы да 2-ге көбейтеміз ба? Үшеуін көбейткенде 30 шықты де. Иә, 30-ды тағы 2-ге көбейт. 2-ге 60 көбейтесің, 60 шығып тұр, Иә, иә? Енді екінші жолдағы мәндермен тексеріп көр. Мен жазам дегенше, сен екінші жолдағы мәндермен тексеріп көр.
Бұларда үшеуін біріне бірін көбейткен кезде 1610 шығады, оны тағы екі көбейткенде 3220 шығады. сонда болды, иә, үшеуін 14, иә. көбейтіп. Иә, иә. Иә, осы Мгм. жерде міне осындай кейбір есептерде осы кіріс пайылы мен шығыс пайылына ғана мән беріп шығарып жіберуге де болады ше. Ана есептің берілгенін оқып миымызды ашытып уақыт алып отырмай, мысалы олимпиада кезінде оқушылар көбіне ана мына мән беріп ұзақ уақыт соған кетіп қалады. Ал көрейік. Шықты есеп. Мгм. Енді үлгерсек 4 минуттай 5 уақытымыз бар екен. Мына есепті көріп жіберейік Мгм. келесі, иә. Иә. Мгм. Следующий и предыдущий дегенді. Ал бұның сложнысы кішкене қиындау. 4% дейді. 1% болса да қосылған екен. Бұл кіріспе Мгм. болғасын, кіріспенің есептері 2, 3, 4% ғой. Бұнда текстпенен, мынадай текстпенен кіріс файлына қарайық бірден. Кіріс файлында сан беріледі. Мысалы 13 деген сан берілсе, сол 13-тен кейінгі сан 14 деген жолда, бірінші жолда сол сөз шығу керек. Екінші жолда 13-тің алдындағы сан 12 деген жауап шығу керек. Түсіндің ғой, иә, мынау ағылшынша ғой. 13-тен біріншінде 13-тен кейінгі сан шығу керек 14, Иә, екіншісінде 13-тің следующий алдындағы деген, 12 шығу керек. следующий Иә. 13-тен кейінгі 14, предыдущий деген Мгм. 13-тің алдындағы сан 12. Енді Мгм. қара, бұл жерде мықты мән беретінін 13-ті бүтін сан қылып береміз де, мына принтте шығатын нәрселердің арасының ашықтығы, нүкте бар соңында, соның бәрін ескеруіміз керек. Бірден Мгм. жазамыз. А тең int input. Енді жазамыз. Print. Print дейміз да, енді апостырдың ішіне мына сөзді көшіреміз. The next. Кесте жазатын. The next number for the number. Осы жерге дейін қатесіз көшіріп алайық. Апостырмен жабам, үтірді қоям. Ал не жазам мен мына жерге? 13 жазылу керек қой. 13. Иә, 13. А, сосын апостырмен үтір қойып, апостырдың ішіне енді is дегенді бөлек жазып аламын ғой. Is деген іспен, е? Is, қайттан Мгм. апостыр жауып, үтір қоям да. Енді аламыз да А плюс 1 дейміз. Сосын оған апостырдың ішінде енді бізде не бар, ұмытып кетпеуіміз керек. Нүкте бар ғой соңында. Нүкте бар, иә. Мгм. Я сол нүкте қалып қоймау керек. Міне, осымен болды бұл жол. Енді келесі жолға осыны копировать етіп алайық та, өзгертетін жерін өзгертіп жіберейік. Көрейік. Келесінің орнында алдыңғы деген сөз тұру керек, е? Мгм. Number for the number дұрыс. A is str. Енді бұл жерде не болады? А минус 1 болады. -1 болады, иә. Иә. Мына көрдің ба, мына нүкте бәрі қалып Мгм. қоймау керек. Осыны енді Мгм. шығарған кезде көбіне осылардың кішкентай тыныс белгіден синтаксистік қателер кетіп қалады. Қазір көрейік, бізде синтаксистік қате бар ма екен, жоқ па екен? Не істеді? Шықты берерсің. Сонымен біз бүгінгі сабақтарда кіріспені бітірдік, иә, толық. Арифметиканың Мгм. кіріспенің арифметикасын бітірдік. Енді бұйырса келесі сабақта бүтін санды бастаймыз, целое числоны. Мгм. Рахмет, апай. Жақсы, Жақсы сау түсінікті бол. болды. Керемет. Мгм. Жақсы, рахмет.